Қазақстан фармацевтикалық нарық көлемінен ақшалай түрде 10% ғана өндіреді. Осы 10% жартысын біз жабамыз. Дәл айтатын болсақ, отандық өндірістің шамамен 45% біз арқылы өтеді. Әрине, даму жоспары бар. Біз өз үлесімізді кеңейтуді жоспарлап отырмыз. Жаңа өндірістерді игеру арқылы кеңейту. Біз шығаратын номенклатура бойынша біз қажеттіліктің 100%-ын қамтамасыз етеміз. Және бұл көлемдерді ұлғайту қажеттілігі жоқ. Бірақ біз жаңа өнімдер, жаңа өндірістер тұрғысынан жұмыс істейміз. Бұл міндетті өзіміздің нарықта отандық қатысуды кеңейту мақсатымен жаңа цехтарды іске қосамыз. Кез келген фармацевтикалық кластер бұл сала үшін алға жылжу мүмкіндігін кеңейту мүмкіндігі. Оңтүстік Қазақстанда фармацевтика өнеркәсібі жақсы дамыған. Бұл тарихи қалыптасқан жағдай. Мұнда біздің зауыт ең ірі болды. Мұнда көптеген кішкентай компаниялар бар. Мұнда фармацевтикалық жоғары оқу орындары бар. Қазір біз белсенді жұмыс істейтін медакадемия. Аталған кластер бойынша жалпы күш-жігер біздің өнімімізді шоғырландыруға және арттыруға көмектеседі. Оны тиімдетуге көмектеседі. Барлық өндіріс шикізаттан басталады. Біз мұнда барлық қажетті шикізат өндірісін қамтамасыз ету мүмкін еместігін түсінеміз. Бірақ мұнда ұйымдастыруға болатын белгілі бір түрлерге баса назар аударуға болады. Бұл қаптама өндірісі, кейбір типография, бұл білім беру мекемелері, бұл өндірушілер. Біз де бір орында тұрмаймыз, бастамалармен шығамыз. Қазір біз зауытта оқу орталығын ашудамыз. Онда жоғары оқу орындары мен орта техникалық оқу орындары студенттерінің дайындығы, тағылымдамадан өтуі қамтамасыз етіледі. Мамандар дайындау үшін біздің өндірісіміз үшін тар бағытталған мамандар. Қаптаушылар сияқты күрделі емес жұмыс үшін қызметкерлерді табу қиын емес. Бірақ шын мәнінде біз білікті кадрлармен қиындықтарды бастан өткеріп жатырмыз. Олар жоқ. Бізге оларды шетелде іздеуге тура келеді. Бұл жағдайдың шешімі емес. Бізге өзіміздің адамдар керек. Бұл тұрғыда біз жемісті жұмыс істегіміз келеді. Сондай-ақ Қазақстанның түрлі оқу орындарымен өзара жұмыс жасайтын боламыз. Егер біз кластер туралы айтатын болсақ, онда шикізат базасын дайындау туралы айтамыз. Егер бұл шикізат мұнда өндірілсе, ал шикізат өнімінің өзіндік құнына тікелей әсер етеді. Егер бұл шикізат мұнда өндірілсе, біз өндірісті арзандата аламыз. Біздің зауыт 12 фармакологиялық топтың препаратын өндіреді. Біз негізінен дәрі-дәрмектердің барлық түрлерін қамтимыз. Бұл шыны ампуладағы инъекциялық қалыптар, бұл полиэтилен пакеттердегі инфузиялық ерітінділер. Біз стерилді антибиотиктер өндіреміз. Цефалоспорин қатарының антибиотиктерінің 2 түрі. Біз таблеткалар мен капсулалар түрінде қатты дәрілік түрлерді шығарамыз. Сондай-ақ стерилді емес ерітінділер мен шарбаттар шығарамыз. Егер өндірісті қуаттар туралы айтатын болсақ, бүгінгі күні ампулалар бойынша жылына 150 миллион ампулалар шығара аламыз. Немесе 4 миллионға дейін инфузиялық ерітінділер. Антибиотиктердің ұнтақтары бойынша бұл жылына 40 миллион құтыдан астам. Таблеткалы түр бойынша жылына 1 миллиард таблеткаға дейін өсу мүмкіндігімен 600 миллион шығара аламыз. GMP сертификаты бұл біз өнімнің сапасын толығымен қамтамасыз ететін растама. Біздің тұтынушыларымыз үшін оның қауіпсіздігіне кепілдік береміз. GMP стандарты бұл тиісті өндірістік тәжірибе стандарты. Оны енгізу өнім 100% сапалы болатындығына кепілдік береді. Ал өндіріс процесі барлық қажетті стандарттарға сәйкес орындалады. GMP стандарты бұл өндіріс философиясы. Бұл өнім өндіру сатысында тігілген сапа. Стадии его производства. Жылы осы біз заводымызды аштық. Содан бері бүкіл шикізатты шет елден алып келіп отырмыз. Ол бізге өте ыңғайсыз, өте қиын. Енді мынау фарм кластер ашылып жатыр. Оған біз қуанамыз. Бүкіл шикізат өзіміздің көрші осы Қазақстанда шықса, бізге әрі ыңғайлы, әрі тиімді болады. Ол ақша жағынан да біз кредит аламыз. Шетелден алған кезде Америка, Португалия, Япония 1 жыл алдын төлеуіміз керек. Ол кредит өсе береді. 1 жылдан кейін ол шикізат бізге келіп түседі. Ол егерде шикізат жақсы, қанша тексеріп алғанмен
бір келген ішінде дұрыс болмай шықса, ол шикізатты қайтарамыз. Екінші шикізат келгенше тағы бір жыл күтеміз. Өте көп біз рисктерге барып отырамыз. Ал фарм кластер кезінде, егерде өзі мына фармацевтический заводтары, өндіріс орындары болса, оның қасында мынау типография дейді, қағаз шығаратын неше түрлі шикізатымыз біздің полиэтилен, тетрафталат, полипропилен дейді. Қазақстанда бізде мұнай көп, бірақ ол мұнайдан бензин алынады, басқа да түрі өте көп мұнайдан арылады. Сол шикізаттар шығарылса, бізге өте жеңілдік болар еді. Кейбір осы қолданатын жай бір қағаздың өзі біз арзан алдық деп Қытайдан $1000 алсақ, бір вагон затты, оның жол кіресі $11,000 болады. Сонымен ол сондай болып қымбаттап кетеді. Сол үшін біз осы 7 жылдың ішінде көп затты өзіміз шығаруға технологияны туырлап, барлығын мынау жас мамандарды, үлкен жастағы мамандардың барлығын келістіріп, оқытып жатырмыз, шығарып та жатырмыз. Бірақ барлығын 100% шығару мүмкін емес. Ал егерде фарм кластер болса, әрі біз дамимыз, әрі басқа да өндіріс орындары дамып, жұмыс орнымен көп қамтамасыз етіліп, бізге де өте ыңғайлы жағдай туады еді. Кластер идеяны қолдап отыр, енді сонымен жұмыс істеп жатыр. Экспорт жағынан қандай қиыншылықтар бар, көмек бере аламыз. Мынау сіздерде қандай мамандар керек, мынау университеттерге маман дайындауға барлық жағынан көп жоспарлар түзіліп жатыр. Сол жоспарлар орындалса, бізге үлкен жеңілдік болады деймін. Біз қазір өкімет тарабынан, өкімет жағынан 10 жылдық СКФ фармациямен 10 жылдық келісім шартта отырмыз. Бүкіл емханалардың бәрі тапсырмасын сол СКФ фармацияға береді. Ол бізге өте ыңғайлы. Біз сол жерге беріп отырмыз. Бірақ өкімет жағынан көп қолдау көреміз. Енді мынау мамандарымыздың айлығын көтеру үшін, өзіміздің бүкіл елге таныту үшін біз экспортты зат шығаруымыз керек. 5 жылда біз жоспарлағанымыз шығып, экспорттан бізге нақты евро, валюта барлығы келеді деп. Бірақ біз 7-ші жылы бірінші рет Өзбекстан еліне экспортқа жібердік, Украина еліне тіркеуге қойылдық, Ресей еліне де біз тіркеуге 2 жылдан бері қағаздар тапсырылып, клиникалық анализден өтіп жатыр. Енді біз вакуумдық пробиркамыз қазір европалық пробиркалармен бір қатарда өзім санаймын. Біз затты шығарып отқанда 10-15 басқа өзіміздің конкурент өндіріс орындары шетелдіктермен бірге қатар ұстап тексеріп отырамыз. Күн сайын әр серияны шығарғанда бір күнде 6 серия шығады, 6 серияның бәрін одан біз оны логистикалық складтарға жібергенде тексеріп отырамыз. Сапасы жағынан біз Европамен бірдейміз, бағасы жағынан арзанбыз. Енді қазір біз CE маркинг дейді, соны алмақшымыз, оны алсақ біз Европаға сатуға өте жоспарлап отырмыз.